Дауыл! Дауыл анимациялық студиясы ұсынады. Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Даул. Сегодняшняя тема – знакомство. Прежде чем начать аудирование, давайте сначала просто посмотрим мультфильм без субтитров. Затем я объясню слова и правила, связанные с темой знакомства. Онда бастайық. Мен келдім. Қош келдің. Қош көрдік. Бұл менің анам. Танысқаныма қуаныштымын, мен жасылмын. Мен де танысқаныма қуаныштымын. Өз үйіңдей көр. Бұл менің бөлмем. О, бұл кім? Бұл менің інім. Сәлеметсіз бе, мен жасылмын. Сәлеметсіз бе, мен асылмын. Сен неше жастасың? Мен 6 жастамын. Кішкентай екенсің ғой. Ал сен неше жастасың? Мен 5 жастамын. А? Немене? Мен келдім. Қош келдіңіз. Ағаң ба? Жоқ, бұл менің әкем. Рас па? Әкең бе? Күшті екен. Шын ба? Рахмет. Мен келдім. Қош келдің. Қош көрдік. Казахи приветствуют гостей словами «Қош келдің», а человек, который заходит в дом, отвечает «Қош көрдік». Бұл менің анам. В русском языке «миның анам» означает «моя мама», а на английском «my mother». В конце ничего не добавляется, верно? Но в казахском языке суффикс принадлежности добавляется ко второму слову. Например, «миның анам», «сенің анаң», «сіздің анаңыз», «оның анасы». Танысқаныма қуаныштымын, мен жасылмын. Почему на казахском языке я должен говорить «мен жасынмын»? Почему нельзя просто сказать «мен жасын»? Потому что эти личные окончания выполняют те же работы глагола to be в английском языке, но на казахском оно пишется слитно. Мен де танысқаныма қуаныштымын. Да, де, который пишется раздельно, означает тоже. Мен де, сен де. Өз үйіңдей көр. Бұл менің бөлмем. А как будет твоя комната или ее комната? Сенің бөлмең, оның бөлмесі. О, бұл кім? Бұл менің інім. Сәлеметсіз бе, мен жасылмын. Сәлеметсіз бе, мен асылмын. Сен неше жастасың? Мен 6 жастамын. А как будет тебе 7 лет, вам 8 лет? Или ему 9 лет? Сен 7 жастасың, сіз 8 жастасыз. Ол 9 жаста. Кішкентай екенсің ғой. Ал сен неше жастасың? Мен 5 жастамын. А? Немене? Мен келдім. Қош келдіңіз. Ағаң ба? Жоқ, бұл менің әкем. Если ответ начинается с «да» или «нет», достаточно добавить частицы «маме», «бабе», «папе» в конце. Замечание. Как в других языках, просто изменив интонацию, вопрос не образуется. То есть, это твоя сестра будет «бұл сенің әпкең бе?» И ответ будет «я, бұл менің әпкем». Правильно?
Да, правильно, жарайсың. Рас па? Әкең бе? Күшті екен. Шын ба? Рахмет. Кездескенше.